Енді достар, біріншісі шаршау. Біріншісі шаршау. Мен шаршаған кезде денеме мән бермей, анау бір керек емес істермен айналысып, менің энергиямды алатын істермен айналысып, мен шаршап қалуым, бұған мән бермеу менің энергиямды азайтады. Енді бізде осы жерде екі түрлі бағыт бар, менің энергиямды алатын әрекеттер бар. Білмеймін, бір мүлдем айналысқым келмейтін бір іспен айналысып жүрсем, мен шаршаймын. Айналысқым келмейді, мен оны жай пәленше айтқан үшін істеп жүрмін, немесе түгенше айтқан үшін істеп жүрмін, немесе ұялғаным үшін істеп жүрмін деген нәрсе. Шаршау, қатты денеңізді истощениеге дейін шаршатсаңыз ше, біздің ағзамыз не істейді? Жай ғана өшіріп тастай салады. Кнопканы, выключить деген кнопканы басады да, өшіріп тастай салады. Сондықтан бұған мән беруіміз керек. Қатты шаршап кеткенше, анау бір қатты түбіне дейін апарып, өзімізді истощениеге апаратын әрекеттермен айналыспауымыз керек. Демалып тұруды естен шығармау керек. Физикалық тұрғыдан демалып тұруды, әркімнің өзінің жолы бар демалып тұратын.